Баршаға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен тігуді жақсы көретіндерге нұсқаулық бейнелер көрсетемін. Үйрену өте оңай. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, қазақ тілді каналдардың көбеюіне өз үлесіңізді қосып, пікір қалдырып және достарыңызбен бөлісіңіздер. Осылайша көпшіліктің көруіне себепкер болыңыз. Мен бүгін сіздерге осындай махаббат шиғырағын үйретемін. Ол үшін бізге ені 5-5 сантиметр қызыл түсімізден 4 жаршы, 5-5 ақ түсімізден 4 жаршы қажет, және бізге ендері 4 сантиметрден ақ және қызыл мата түстері қажет. Бұл мына кішкентай шаршыларымызды біз құрақ көзіне пайдаланамыз. Міне қызыл мен ақ құрақ көзін қосып алдым. Осылай ұстайсыздар да. Бірінші ақ түсімізді былай тігіп аламыз. Міндетті түрде құрақ-құрағымызды кіріп көресіздер. Міне, осылай ақты тіктім, енді тағы былай ақты тігеміз, былай қарай. Енді қызыл түсімізді былай тігеміз. Түгін төмен қарап тігеміз. Міне, бір шаршымыз дайын болды. Енді ақты былай тігеміз. Былай ақ тігеміз. Міне, енді былай қызыл тігеміз. Енді біз былай қарай ағын тігеміз, ақ түсімізді. Енді біздер міне құрақ көзі қызыл мен ақ болғанда былай қарай екеуін тіктік қой, енді тағы екеуін тігеміз.
былай екеу, тағы екеу, общий 4 не болады. 4 қатар болады. Өстіп айналдырып тіге бересіздер. Ана құрақта сіздер мына ақ пен қызыл құрақ көзін есептемей, шатыспау үшін сіздерге көрсетіп жатырмын. Есептемей, былай есептейсіз. Былай қарай 4-еу тігіледі, былай қарай 4-еу тігіледі, былай қарай ақтан 4-еу тігіледі, ал былай қарай міне 4-еу тігіліп тұр ғой, қызылдан 5-еу тігіледі. Мына жерге тағы біреуін тігесіздер. Міне шаршымыз дайын болды. Дәл осындай қылып екінші тағы бір шаршы дайындап аламыз. Міне екі бірдей шаршымызды дайындап алдық. Міне құрағымыздың екі шаршысын біз тіктік. Енді құрағымыздың үшінші шаршысын құрақ көзін өстіп қызыл бен ақты бір-біріне тігіп аламыз. Содан кейін мына бір жеріне қызылды тігіп аламыз. Қызыл бөлігімізді тігіп аламыз. Міне тігіп алды. Енді міне ағына былай ақ түсіреміз. Міне ақты тіктік, енді былай тағы да ақ жүргіземіз. Міне ақ жүргіздік. Қызыл басты, қызыл тіктік, бірінші ақ жүргіздік, енді қызыл тігеміз. Міне бір несі шықты. Міне құрақ көзі ортасында тұрады. Қызыл, ақ, қызыл. Енді осылай қайтадан қызыл түсіреміз былай қарай. Мына құрақ көзін шатыстырып алмаңыздар. Міне осылай құрағымызды осылай айналдыра береміз. Бұлай ақ, бұлай қызыл түсе береді. Бірақ мына құрақ көзін есептемейсіздер. Бұлай қарай ақтан 4-еуін құраймыз. Бұлай 4-еу болады. Бұлай қарай мынау сияқты 5-еу болады. Мынаяғы 5-еу болады қызыл жағы.
Міне құрағымызды құрап дайындап алдық. Мына қызыл мен ақ құрақ көзінен бөлек былай қарайды. Ақ төртеу тігіледі, былай төртеу тігіледі, былай бесеу тігіледі, былай бесеу тігіледі. Мына құрақ көзіндегі қызыл мен мына ақты есептемейсіздер. Және осылай тағы бір шаш тігіп аламыз. Міне шашымызды дайындап алдық. Екі бірдей шашымызды. Енді құрағымызды құраймыз. Алақ қоя тұрайын. Міне құрағымыздың басын осы екеуін осылай тігіп аламыз. Міне құрағымыздың басын тіктім, осылай болып шықты. Енді екінші қатарын қосамын. Бір қатарын былай қосам, екінші қатарын былай қосам. Сол кезде құрақ көзі, былай тұрған құрақ көзі, міне бір-бірдей болып тұр ғой. Құрақ көзі былай қаратқан кезде осылай түседі. Енді осыларды бір-біріне тігіп аламын. Осындай болып шықты. Енді мына басқы бөлігін осыған қосамын. Міне құрағымыз дайын болды. Размері 52-52. Махаббат құрағы. Үйреніп алыңыздар, игіліктеріңізге пайдаланыңыздар.